Assalamualaikum. Biz қазір Жалаңаш көлге жақындап қалдық. Енді осы маңайдағы жер атауларын қазір сұрап білетін боламыз. Осы жерде ертіп жүрген ақсақалымыз бар. Ақсақалымыз қазір айтып береді, қай жерлер екенін бұл маңайда. Енді мына жер енді Алатау сағасына кететін жол ғой. Жүк көліктерінің бәрі Алатау сағасынан арқай Достық өткелінен Қытайға қарай жүк алып өтеді. Енді мынау анау қарсы бетте жатқан тау, ол Барлық тау. Барлық тау өзі жалғасып жатыр. О, биік жері осы менің ұлымда тұр. Осы ұлда тұрған биік жері. Содан былай қарай жалғасып жатыр. Енді сол жерде андай немене бар. Күн нұрынан ток шығаратын парақтар қойып қойған. Сондай Алакөліңіз енді ана жақта қалды. Осы жерде мына маңайда Кіші Алакөл деген бар осы жерде. Содан кейін арғы Жалаңаш көл басталады. Жалаңаш көлдің шет жағасына келіп қалдық. Ал енді мына жерде мына Ырғайты деген өзен бар. Мынадан былай қарай ағып шығып жатқан. Ырғайты өзені мына таудан келіп түседі. Ырғайты өзені былай ағып жатыр. Ол үлкен өзен Ырғайты өзені. Су тасқыны келген кезде көп жерді қиратады. Оның сағасын қазір көретін боламыз. Енді ата, мынау не дедіңіз мына тауды? Мына тауды не дедіңіз мына жаңа артында тауды? Мына. Арықтау соны жабық деп атайды ғой, енді жайлау ғой, үстінің бәрі жайлау ғой. Жабық деп атайды анан, е? Енді мына біздің қарсымызда тұрған ше, мына қарсымызда ұтылда тұрған. Қарымбай жон. Қарымбай жоны, Қарымбай тау деп қояды, е? Тоқта тау қайсы? Тоқта алдыда. Ол арғай басталады тоқта. Мынау Қарымбай жоны, осының төбесін Қарымбай жоны деп айтады дедіңіз ғой, е? Қарымбай жоны мұнда 12 ме? 11-12 қыстақ бар. 11-12 қыстақ бар. 11-12 қыстақ, иә. Қыстақ. Иә. Оның бәріне вертолетпенен ағашты апарып, бұлай сұрыптан үй салып берді. Біздің мына әкімдер. Иә. Аудандық әкімі солай қаулы қабылдап, Иә. одан кейін бәріне үй салып бергенбіз. 12 қыстақ қазір сол жақта отыр ғой. Сол жақта қалды, енді ол шірітіп құлады, кім біледі, одан бері 30 жыл уақыт. Енді Қарымбай туралы бір бағана аңызыңызды айтыңызшы. Жоқ, мен онда білмеймін. Білмейсіз, бағана айтып жаттыңыз аңызды. Жоқ, айтқаным сол жаңағы Қарымбай болды ғой. Бұрынғы Қарымбайдай. Бірайсының аңызы бұрынғы Қарымбай. Бұрынғы Қарымбайдың аңызы. Харунбай ол, е? Ерекесі айтыңыз сол Қарымбай туралы. Айтыңыздар қане. Ол енді анау пайғамбарлар заманында Харунбай деген бір бай болған екен. Иә. Қараубай деген сөз ғой енді. Иә. Ол енді малы соншалық көп өскеніменен елге қайыр қылмайтын. Иә. Иә. Содан Алла тағаладан немене кепті ғой? Иә. Мына малыңа зекет берді. Иә. Сенің бердісі бере алмайым деп. Иә. Сонымен тарт десе бір тартқаны тізеге дейін жерге кірген. Иә. Сөйген Тағы бересің ба десе жоқ депті. Иә. Тағы тарт дегенде тақ кеудесіне кеп. Иә. Тарсы. Сөйген ендіші дегенде сөзге келе алмай қапты ғой. Иә. Келе алмай қап басымыз шарық қапты дейді. Иә. Сонда тарт дегенде тарт жердің астына түсіріп жерген екен дейді. Сол қарынды жер тартып кеткен болып отыр ғой сонда. Содан малы ем болып, аң болып кеткен. Мал ең қалды. Иә. Сонымен аң болып жер әлемге таралып кеткен дейді. Елі арқар. Қойы арқар болса, ешкісі өшкітен кеткен. Бомарал болып өсіп кеткен дейді. Аң болып кеткен деңізші. Қарымбай жоны деп айтса мына кісілер. Иә. Ол мына 1800 жылдардың ішіндегі адам ғой енді, біздің ата бабамыз. Ол кім енді ол Ол Қарымбай? Қарымбай деген Солтангелдінің бір баласы. Иә. Ол да малды жанды болған екен. Иә. 9 ұлы бар, малға деген лықсыған бай болған адам. Енді о кісі өте қайырымды адам болған екен. Өте қайырымды. О кісінің бір ұстаған жолы қайырымдылық қылғанда малды ұстап бермейді екен. Иә. Бұлай бөліп береді екен айтып. Қой болса 20-30-дан, Иә. ірі қара болса 3-4-тен бөліп те береді екен, соны айдап кетеді екен. Ол үшін ойбай о кісі ұстап бермейді. Иә. Жақсырақ, мықтырақ атқа мініп барыңдар дейді екен. Сұрайтын адам. Иә. Енді ол айырылып қалады ғой ол. Иә. Қалың малдан 5 жылқыны бөліп берсе ол кете алмайды ғой. Қайтадан кеп жылқысына қосылып кетуі мүмкін.
Бұл енді Қызайдың Қарымбайдың тауы деп тұрсыз ғой оны жоны. Содан тәмсіл қалған. Иә. Ой, Қарымбайдың малы ма еді деп қайта-қайта сұрай берген елге. Иә. Ой, Қарымбайдың малы жоқ, саған қайта-қайта бере беретін. Иә. Содан кейін бұл кісіге бір рет қана бермей, жылда сөйтіп бір мал үлестіретін ғой халыққа. Жылда үлестіріп отырады деңіз. Зекет үшін емес, мал басының амандығы үшін енді жылына мал көп болғаннан кейін енді бере-береді ғой енді. Қайырымдылық шара ретінде. Мынау Ырғайты өзені. Ырғайты деген өзі. Сіздің атыңыз, аты жөніңіз айтып кетіңіз. Жанболат Мағазұлы. Жанболат Мағазұлы. Текелде тұрасыз, иә? Жоқ, Көксу ауданында. Көксуда. Талдықорған Көксуда тұрасыз. Ата, сіздің атыңызды айтып кетіңізші. Менің атым Мамадияр Садықанұлы. Мамадияр Садықан. Көктұма ауылында тұрам, Алакөл ауданы. Иә, осы жерде тумасыз ғой сіз. Осы жерде тумасыз. Ал аға, сіздердің аты жөндеріңізді. Аты жөніңіз. Менің атым Әлібек Жайырбекұлы. Әлібек Жайырбекұлы. Қай жақта тұрасыз? Мен Талдықорған Көкталда тұрамын. Талдықорған Көкталда. Сіздің? Жаңабек Зейнелбекұлы. Қай жерде тұрасыз? Алматы Қаскелеңде тұрамын. Қаскелеңде. Сіздің аты жөніңіз? Қай жерде тұрасыз? Ақсуда, Жансүгірде. Жансүгірде. Сіздің атыңыз? Алматыда тұрады. Қызайдың ұрпақтары ата бабасын іздеп келіп, бір емес екі ата бабасы, үш ата бабасын тапқалы жатыр. Осы маңайдан. Қонысбайға бір тау берді, жерде Қарымбайға тағы бір тау бердік енді. Арғайта. Қонысбайдың тауы, мынау Қарымбайдың тауы екеуі. Жидек па? Өзен бөліп тұр екен ба? Екке сөйтіп бөледі. Дұрыс. Міне осылай жағдай. Көрдіңіздер, тыңдап білдіңіздер. Негізі ана жақта Қонысбайдың тауы, жоны, немесі жоталары бар екен. Мына жерде Қарымбайдың жоны деп аталады екен, осының төбесі. Енді ол Қызайдың Қарымбайы, Қарымбай жоны. Міне біз енді арғай жалаңаш көруге қарай сапар жалғастырамыз. Рахмет сіздерге.